Осы видеоны соңына дейін көретін болсаңыз, Google AdSense, YouTube монетизациясы бойынша сұрақтарыңыз қалмайды. Қазір настройка бәрін қалай ақша шығару керек барлығын айтатын боламын. Бірінші монетизация деген не нәрсе? YouTube мысалы просмотрға ақша төлейді, YouTube просмотрға ақша төлейді. Ол яғни 1000 просмотр, 1000 подписчик жеткен кезде және 4000 сағатқа жеткен кезде сізге монетизация қосатын болады. Монетизацияны мына жерде үшінші етапта сіздерде пройдите проверку деген жерде, осы жерде сіздерге Google AdSense ашуға сілтеме қойып қояды. Осы жерде сіздер мысалы веб-сайт деген кезде у меня еще нет сайта деп жазып қойсаңыз болады. Мына жерге кез келген біреуін таңдай саласыздар. Мына жаққа енді әрине Қазақстан деп таңдайсыздар. Казахстан. Остановимся. Я принимаю согласие. Согласие деп айтайын деп отырмын. Соглашение. Все. Біз қостық, қазір қосылу керек. Міне біз Google AdSense аккаунт аштық. Егер сізде монетизация қосылған жағдайда мына жақта сіздерде былай шығып тұрады, қазір көрсетемін. Егер сізде монетизация қосылған жағдайда осылай доход на YouTube деп сіздің балансыңыз тұруы керек еді. Достар, мына жерде способ получения дохода деген жерде сіздерге карта тіркеуге добавить деп бір нелер шығып тұру керек еді. Бірақ не үшін жоқ? Бұл жақта не үшін жоқ? Себебі сіздікі $100 жетпеген. $100 жеткен кезде осы жер сізге добавить етуге болады картаңызды. Достар, ақшаны сіздер 21-і, 22-сі сол әр айдың сол 20-22-сіне қараған күндері ғана шығара аласыздар. Мына жақта бізде мысалы қараңыздар, платежи приостановлены, необходимо подтвердить адрес дейді. Бұны бүйтіп басасыздар, статус дегенге басасыздар да. Сосын қараңыздар қазір. Тезет. Бош. Бауырым. Қазақтелеком, давай. Достар, ең бірінші сіздер подтверждение личности бітірмеген болсаңыздар, осыны бітіріңіздер. Ол бітіруге байланысты қазақ тілді видеоларды көріп қалған. Келесі нені тезет түсіндіре салайын міне. Подтверждение адреса. Бұл жерде сіздерге мысалы 16 сентябрь осылай тұрады. Сіздер просто отправить еще раз деп істей бересіздер. Мына жерде егер мына адресіңіз дұрыс болса, өмірдегі почтаңызға келеді. Если бұл дұрыс емес болатын болса, сіздер просто отправить еще раз деп баса бересіздер 3 апта сайын. Сосын сіздерге бұл почтаңызға келеді. Gmail почта деген нәрсені білетін шығарсыздар, сол Gmail почталарыңызға келеді. Достар, содан кейін сіздерде осындай проблема болып қалуы мүмкін. Ваш аккаунт не прошел проверку, чтобы приступить. Сіздерге мына жерде айтып тұр, сіздің екінші аккаунтыңыз бар деп тұр. Бұл не үшін? YouTube, Google сіздердің екінші аккаунттарыңыз бар екендігін қалай біліп тұр? Ол сіздердің иініңіз арқылы, сіздің данныйларыңыз арқылы екінші аккаунтыңызды тауып тұр да, сондықтан ол аккаунтты жауып тастаса, содан кейін мына аккаунтқа AdSense-ті тіркей аласың деп тұр. Сол аккаунтты жабу үшін сол ескі аккаунттың егер сіз сол почтаңызда егер данныйларын білсеңіз, онда сіздер былай істейсіздер, қазір көрсететін боламын. Сол ескі AdSense аккаунтыңызды жабу үшін сіз соған кіресіз почтаңызға, содан кейін данные и конфиденциальность деген жерге кіресіз, сосын приложение и сервисы, потом оплата деген жерде настройка деп тұрады, сол настройка кіресіздер, содан кейін статус платежного профиля, закрыть платежной профиль. Ең астында тұрады, ол егер жұмыс жасамаса, міне мынандай проблема шығуы мүмкін сіздерде. Закрытие платежного профиля. Пока нельзя закрыть деген болса, онда сіздер былай істейсіздер. Бүкіл подпискаларыңыздың бәрін алып тастайсыздар, ал подписканы алу үшін мына видеоны көресіздер, мен бұны сілтемеге тастап кететін боламын. Немесе кез келген YouTubeға кіресіздер, жазасыздар, как отменить все подписки от Google дейсіздер ма, солай бір нәрсе деп жазасыздар. Ал егер сіздер айтатын болсаңыздар, мен ескі почтамның данныйын білмеймін ғой десеңіздер, онда мен сіздерге 3 жолын айтатын боламын. Ең бірінші жолы ол Twitter арқылы YouTube поддержкасымен байланысқа шығу. Ол үшін не істейсіздер? Ең бірінші Twitterге тіркелесіздер, аватаркаға түрлі түсті LGBT фотосын дегенде сол туларының бір суретін қоясыздар, осылай тез жауап береді деген бір ақпарат естідім, соны айтып жатқанмын сіздерге. YouTube-тың аккаунтын тауып аласыздар, яғни каналдың аталуы, Team YouTube дегенді тауып аласыздар, сосын мынаны жазасыздар. Здравствуйте, у меня есть проблема, мынау. Сосын YouTube специалист сізге жауап береді, сол проблемаңыздың бәрін айтасыз соған. Сосын сізді 14 күн ішінде сол ескі аккаунтыңызды удалить етіп беріп, сізге көмектесетін болады. Екінші шешім жолы соған ұқсайды. Ол жерде YouTube деген форумға жазасыз, YouTube форумға жазасыз. Міне форум YouTube деген кіресіздер. Міне YouTube-тың логотипі тұр ғой, осы неге жазасыздар мына жерге. Опишите проблему, осы жерге жазасыздар. Түсіндіңіздер ғой? Үшінші шешім жолы ол AdSense-тің данныйларын басқа адамға ауыстырасыз. Реті келсе, енді жақын туысқаныңызға, сенімді адамға ауыстыруыңыз керек. Достар, қазір мен сіздерге монетизация проблемалары болып жатса сіздерде, немесе монетизация проблемалардың алдын алу мақсатында осы мен айтатын нәрселерді дұрыстап оқып алыңыздар. Бірінші, егер сіздерде барлық видеоларыңыз тексеріп шығыңыздар, контент ID болатын болса, яғни сол шағын болатын болса, сіздерді соны удалить етулеріңіз керек. Екінші, ескерту, басқа каналдың толық видеосын ешқашан салмаңыздар.
ол авторлық құқығы бар, музыкада жатады, ол авторлық құқығы бар, видеода жатады. Ешқашан ондайларды алмаңыздар. Егер сіз бөтен видеоны алғанның өзінде сіз оны бір комментировать, яғни пікір айтуыңыз керек, немесе сіздің өзіңіздің түріңіз болу керек, немесе бір монтажыңыз өзіңіздікі болу керек, немесе озвучкаңыз өзіңіздікі болу керек. Содан кейін видеоңызда, названияңызда және описанияда ұятсыз нәрселер, қару-жарақтар, осындай жаман нәрселер болмау керек. Толық несін мен статьяны жіберетін боламын. Статистика деп кеттім ғой. Короче, сілтеме жіберетін боламын, содан оқып аласыздар. Достар, бұл видеоны сіздер қашан көріп жатқандарыңызды білмеймін, 2025 па 2026 ма, бірақ егер сіздер бұл ақпаратта не актуальный болса, мен сіздерге көмектесе аламын. Маған инстаграмға жазсаңыздар, себебі қазір өте тез дамып жатқандықтан ол әлеуметтік желілердің де заңдары өзгеріп жатуы мүмкін. Және сізде проблема болатын болса, AdSense-тен ақша шығару, тағы да басқа AdSense-тен проблема болатын болса, мен сізге толық жауапкершілік ала аламын. AdSense аккаунтыңызға да басқасына да. Неге маған толық сенуіңіз керек? Маған керек емес андай. Мынаны сен там видеоға шығып отырсам бола ма, саған бүйтіп отырсам бола ма? Жоқ, сіздер маған толық доступты бересіздер. Мен сіздердің фотоларыңызға да, сіздердің данныйларыңызға да мен еш нәрсе істемеймін. Сіздер енді ойлаңыздаршы, сіздердің бір AdSense-теріңіз үшін, сіздердің бір YouTube каналдарыңыз үшін мен бүкіл осы жинаған осы еңбегімді зая кетіре салмаймын ғой. Мен оны алып қашып кетпеймін ғой. Мен Арман Шаймерден, міне Қазақстан азаматымын. Мен қалай сіздерді алдап кетемін? Сондықтан маған толық сенулеріңіз керек. Егер видео пайдалы болса және проблемаңыз кішкене болсын шешкен болсам, видеоға лайк басып кетіңіз. Және сізге мына видеолар өте пайдалы болады. YouTube'дан сол видеоларды көріп практика жүзінде қолданып көріңіздер.